Ертең журналистер қауымның төл мерекесі ресми түрде бұл атау ақпарат және байланыс күні деп аталады. Атаулы датаға орай арнамыздың тілшілері журналистің бір күндік өмірін сонымен қатар эфирде көрсетілмей қалған кадрларды көптің назарына ұсынбақ. Толығырақ келесі материалда. Жаңалық бөліміндегі журналистердің әдеттегі жұмысы ертеңгісін келген бойда ақпарат агенттіктері мен әлеуметтік желілердегі соңғы ақпараттарды тексеруменен басталады. Тақырып табылып редакторлар тарапынан қолдау табылып жатса, бұл күн әріптестеріміз үшін сәтті басталғаны. Бірден координаторға жолығып, жүргізуші мен операторды анықтаған соң жолға шығады. Группаны Абай Аблайханаға барамыз, жарай ма? Десе де әрбір іске бір атаның баласында ұйымдаса кіріскен Алматы телеарнасының ұжымында қызығы мен шыжығы мол сәттерде жетерлік. Мәселен, тілшілер қауымын жақтырмайтындар да аз емес. Че встал? Давай вниз спускайся, ты не понимаешь, что ли? Давай. Приказываю, убери руку. Кто ты такой? Убери руку. Әйтсе де орай келгенде орап айтатын арнамыздың журналистері бұған ренжімей, керісінше сюжеттерін одан да көрікті етуге тырысады. Шпигель сауалнама стендап бейне материалды толықтыратын бұл негізгі тетіктердің қызығы мен шыжығы жетерлік. Себебі сөзге шешен журналистердің өзі мұндай сәттерде шатасып жатады. Бұлаяқпен жүре беріңіз. Желаяқтар жарысы Алматыда дәстүрлі түрде өткізілетін қайырымдылық шарасына марафонда. Куда смотреть? В объектив? Ну сейчас, не орешь, блин. Желаяқтар жарысы Алматыда өткізілетін қайырымдылық марафонына қатысушылардың саны 3000-ға жуықтапты. Тақырыпты мен Қайырбек Жайлыбекұлы сәлден соң толықтыратын болам. Тағы бір дубль. Боламын. Еліміздің азаматтарына шетелге шығуға әлі де болса тыйым салынуда, ал құзырлы мекеме дубль. Қараған көздің жауын алатын мынандай жарнамалар да бар екен. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Жаңадан келген арнайы техниканың көмегімен тікелей эфирде төтелемей тура айтатын тілшілердің тығырыққа тірелетін кездері де жетерлік. 2014 мектеп бітірушілер фестивалінің бүгінгі кештің тағы бір ерекшелігі ол мүгедек жарымжан 30 оқушыға Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының білім гранттарының табысталуы. 2000 жылы құрылған бұл арнаның басқа бақ өкілдеріне дес бермей иық теңестіре жұмыс жасап келе жатқанын да айту керек. Қазіргі таңда орташа есеппен әр журналист жылына эфирге 400-ге жуық материал дайындайды. Сондай-ақ арнамыз тек Алматы емес, сандық жүйе арқылы еліміздің өзге аймақтарында да көрсетіледі. Я думаю, что мы уже с вами переориентировались. Біздің арнамызда көптеген жаңашылдықтар бар. Ақпаратты тек қаламыз бойынша ғана емес, бүкіл республика бойынша таратамыз. Жаңалықтардың басым бөлігі Алматыда болғаннан кейін көптеген бақ өкілдерінің жаңалықтары біздікіне ұқсас болып келеді. Шұғыл қимылдап, оперативті жұмыс жасаймыз. Шыншыл әрі қызықты сюжет бірден теледидарда көрсетілмей, жазылған мәтін ең алдымен тілдерімен қарақылды қақ жарған редакторлардың жіті назарынан өтеді. Кейіннен дыбыс режиссерінің өңдеуіне жіберіледі. Ал одан соң монтаж бөліміне қарай бағытталады. Мұндағы мамандар мәтінге бейне беріп, сюжеттің сәнін кіргізеді. Шумовой берсең, шумовой бары кетті ғой бәрі. Болды, текстпенен сәйкес келеді ғой, бәрі. Көптің көзіне жететін сапалы сюжет күнде осылай жасалады. Бұл ретте жаңалық жаршыларының қажырлы еңбегі шексіз екенін атап өту керек. Әнуар Кәрбозов және Алматы телеарнасының ұжымы.